Рамазан кешіндегі ғибратты оқиға. Бір байдың сарайына кедей кісі қайыр сұрап келеді. Бай не істер екен деп оның қолына бұзылған тамақ толған себет ұстата салады. Әлгі кедей үйіне барып, ішін ашса, жеуге жарамсыз тамақ қалдықтарын көреді. Байдың ісіне жымиып күледі. Сосын себетті тазалап, ішін алуан түрлі жұпар иістері аңқыған гүлдермен толтырады да байдың сарайына қарай беттейді. Қайта келмес деген кедейдің себет толы гүлмен келгенін көрген бай қатты таңырқайды. Сосын бұл не үшін деп сұрайды. Сонда әлгі кедей: әркім өз жүрегінде не жатқанын ісімен көрсетеді деп сарайдан шығып кетіпті. Күндердің күнінде шашына ақ түскен жігіт ағасы шаштаразға келеді. Әдетке сай шаштараздар қолмен жұмыс жасап, аузымен әңгіме дүкен құрғанды, өмір туралы ой жарыстырғанды ұнатады емес пе? Бұл шаштараз да сол қатардан болып шықты. Құдай жоқ, деді ол нық сеніммен. Айналаңа қарашы, қаншама ауру сырқат, қаншама бақытсыз адамдар бар, қайғы мұң мен соғыс, ұрлық, қарлық және күйзеліс. Қайда Құдай? Әрине ол жоқ. Егер Құдай бар болса, бәрін ретке келтіріп, әділетсіздікті қалпына келтірер еді. Келуші өте парасатты, пайымы мол кісі болатын. Сондықтан сөз таластырып жатпады. Шағын ғана шаштараздың орындығында отырып, терең ой құшағына батты. Оның шаштаразға Алла тағаланың ұлылығы мен өзінің ойын қарабайыр сөзбен түсіндіріп бере алмайтындығын көзі жетті. Шаштараз өз жұмысын аяқтады. Ол кісі көшеге шықты. Бұл көше жағдайы төмен ауданда орналасқан екен. Айналада қоқыстар үйіліп жатты. Іздегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар демекші, кенет алдынан өте жұпыны киімді адам, жиіркенерлік түк басқан, лас, мұрты аузына түскен, ұйпа-тұйпа шашы бар адам шыға келді. Қарсы келе жатқан адаммен кездесуге бар болғаны 30 метр жол қалған еді. Ақылды кісі дереу кері бұрылып, қолында темекісі мен кофесі бар шаштараздың алдына қайта келді де: бұл дүниеде шаштараздар жоқ. Мен саған қазір осыны дәлелдеймін. Шаштараз әлгіні есі адасқан екен деп ойлады. Ол мүдірген жоқ. Шаштаразды қолынан ұстады да әйнекті есікті ашып көшеге шықты. 10 метр жердегі қаңғабасты нұсқады да: мына адамға қарашы, жер бетінде шаштараздар болса, көше бойында осындай күзелмеген адамдар жүрер ме еді? Шаштараз таңғалған кейіппен былай деп жауап қатады: ол менің алдыма келмеді ғой, ал мен оның артынан жүгіріп жүрмеймін. Егер ол алдыма келген болса, бәрін ретке келтіріп берер едім. Ақылды адам жай ғана күлімсіреді де: сенің құлағың тілің айтқанын естіді ме? Құдай әрине бар, дәл солай. Әлемде зұлымдық пен қайғы да бар. Мұның бәрі де адамдардың оның алдына келмейтіндігінен болады. Адамдар өздерінің өмірін қалауларымен таңдап алады да нәтижесінде Құдайды айтпайды. Немесе одан мұның бәрі не үшін деп өкпесін айтады. Жауап беру ғана. Адамдар Алланың емес, өздерінің айтқандарымен жүреді. Жандары қанағаттанбайтын нәтижеге жетеді. Егер Алланың тыйғанына тыйылып, бұйырғанына құлақ асса, Алладан қол жайып сұраса, ол пендесінің қолын бос қайтаруға ұялады. Қандай ғибратты оқиға! Арамызда қаншама пенде өз таңдауына жемісі үшін Аллаға наз айтып жүр. Рас, тағдыр да, үкім де бар. Сол секілді адамда таңдау да бар. Адам ата жәннаттан қуылғанда бұл тағдырдың жазуы немесе білістің азғыруы деп жаратушы алдында тәкаппарланбады. Өз таңдауы болғандықтан сәжде жасап кешірім сұрады. Таңдауды оның бұйырғаны, оның кітабы, оның пайғамбарының сөзіне сәйкес жасауға талпыныс жасап көрейікші. Өйткені мейірімді Алла, мен пендемнің ой-қиялындамын. Пенде мен жайында қалай ойласа, сондаймын. Егер ол мені жалғыз еске алса, мен де оны жалғыз еске аламын. Егер ол мені көпшіліктің арасында еске алса, мен де оны мен арасында еске алатын жамағаттан құрметтірек жамағат ішінде еске аламын. Ол маған бір қарыс жақындаса, мен оған
бір кез жақындаймын. Егер ол маған бір кез жақындаса, мен оған бір құлаш жақындаймын. Пендем маған қарай жүгіріп келсе, мен оған жүгіріп келемін деп уәде берді. Бухари, Муслим. Оған қарай асығыңызшы, ол да сізге қарай тез жүгіретін болады. Жасы 80-нен асып қартайған бір ата бар еді. Сол кісі аяқ астынан зәр шығара алмай қатты қиналды. Балалары дереу жедел жәрдем шақыртып ауруханаға жеткізді. Тәжірибелі дәрігер ойланбастан іске кірісті. Сәлден соң жан қинаған зәр сыртқа шығып, атаның халі бірден жеңілдеп сала берді. Балалары дәрігерді жан-жағынан қаумалап, алғыстарын жаудырып, мақтап жатты. Сосын әкелеріне назар аударып еді, ол кісі егіл-тегіл жылап жатыр екен. Олар әкелерінің көңілін аулап, бәрі жақсы болды, бірақ бәрі артта қалды, енді неге жылап жатырсыз деп сұрасты. Сонда ата жылауын тоқтатып былай деді: мына дәрігер бала маған бір рет көмек көрсетіп еді, оған 1000 алғыс жаудырып құрметке бөледік. Оның қадірі мен орнын түсініп қалдық. Ал Аллах тағаланың маған 80 жыл бойы жеңілдік жасап келгенін ойланбаппын. Осыншама уақыт бойы өзімнің жомарттығы мен кеңшілігіне сай, ешқандай операцияға мұқтаж қалмай, өз қажетімді өтеуге мүмкіндік беріп келіпті. Аллахтың қадірін осы уақытқа дейін сезбей келіппін деді. Расында Аллахтың нығметтеріне бойымыз үйреніп кеткен соншалықты, егер бізден біреу халімізді сұрай қалса, жаңа ешнәрсе жоқ деп жауап қатамыз. Нығметтерді үздіксіз пайдалана отыра, есен сауапты жаңартып отыратынын сезбейді екенбіз. Я Раббымыз, саған ауырмаған күндеріміздің баршасы үшін, есепсіз нығметтерің үшін шүкіршілік әрі мақтау мадақ арнаймыз.